Сәлеметсіздер ме? Мәкен Төрегелдин атындағы Тау-Кен және Балқыту ісі тарихы музейіне қош келдіңіздер. Бек алдында иіліп, көкірегін басқан қолдан темір илеген білек мың есе артық дейді 14 ғасырда өмір сүрген ақын Саиф Сараи. Темір илеген білек ол шебер ұсталар. Бүгін ұсталық өнер және теміршілік дәстүрлері жайлы әңгімелейміз. Қазақстанда полиметалл кендер мен асыл тастардың бай қоры бар. Қазақстан аумағында ежелден кен қорытып, металл балқытып, мыс, темір, күміс өндірген қоныстардың орны көптеп табылған. Кен өндіру, металл балқыту, құйма өнері, ұсталық кәсіп және зергерлік өнерді дамытты. Тарихшы Рузбиханның жазбаларында қазақтардың кәсіпкерлік орталықтары 16 ғасырда Сырдария бойында, орталық Қазақстан ауылдарында және Жетісуда кеңінен дамыған. Бұл аймақтарда атақты ұста шеберлер, құймашылар мен қол өнер шеберлері, зергерлер кәсіп қылған деп жазады академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан. Ұсталар қызған темір, металлды өңдейтін шеберлер. Ел ішінде ұсталар ерекше құрметке ие болды. Киелі кәсіпті меңгерген адамды ел ішінде темірші, дархан, ұста деп қадірлеген. Әрдайым өз ісіне адал, рухани тазалыққа ұмтылған шеберлер көрік басып төс соғар сәтте менің қолым емес, Тәңірдің қолы деп ниет еткен. Сондықтан ұсталарды ел ішінде Тәңірдің тарту еткен ісмер адамы деп ерекше ілтипатпен қараған. Киелі кәсіп иелеріне деген мұндай көзқарас барлық түркітілдес халықтарда болған. Ұсталар өз кәсібінің құпиясын, қыр-сырын әрдайым құпия ұстаған. Оны тек ұрпағына қалдырып отырды. Зергерлер мен ұсталардың шеберлігі жайлы тарихи дастандарда, батырлар жырларында айтылады. 16-20 ғасырларда қазақ ауылдарында, қыстаулар мен жайлауларда ұстахана, ұсталық, теміршіхана деп аталатын ұсталардың жұмыс орындары болған. Зергерлердің шеберханалары құрылған. Ел ішінде ұстаханаларды ұста дүкен деп те атайды. Ұсталар дүкенін құрып, іс бастарда арнайы дүкен ашылу рәсімін өткізіп, дүкен майлау жасалады. Ұсталардың пірі саналатын Дәуіт пайғамбарға сыйынып басталатын дүкен майлау рәсімі менің қолым емес, Дәуіт бабамның қолы деп, қау көрігі тоқтамай, балғамен төсі шыңылдап тұрсын деген ниеттен басталады. Алдымен көріктің оттығына май құйылады. Көріктің көң терісі майланады. Және төстің бетіне май жағылады. Бұл рәсім дүкен майлау деп аталады. Бұл рәсімді орындау күні арнайы ел жиналып, мал сойлып, ақ бүркілетінде болған. Ұстаханада ұста өзіне сай шәкірт тәрбиелейді. Шәкірт балғашы ұстаны артық сөзсіз, тек қимылдан ұғады. Ұстаханада көріктің гүрілі, төстің шыңылы естілетін болған. Ұстаның басты құралдары көрік, төс, қысқаш және балға. Осы 4 құралы болса, ұсталар қажетті саймандарды өздері соғып алады. Көне фольклорлық деректерге сүйенсек, теміршілік тәңірлік сенімдегі бақсылық культімен байланысты пайда болған және алғаш ұсталық кәсіппен бақсылар айналысқан. Халық танымында ұста мен оның құралдары да киелі саналып, түрлі жамандықтан сақтайды деген сенім пайда болған. Сондықтан ұстаханаларда ем-дом шаралары да жасалатын болған. Қазақ халқында қорықтық құю ғұрпы сақталған. Кенеттен шошып үрейленген сәбидің бойында беймәлім мазасыздық пайда болады.
сол баланы ем-дом жасау үшін ұстаханаға келеді. Баланың төбесінен су құйылған ыдысты ұстап тұрып, қайнап тұрған ыстық қорғасынды суға тамызу арқылы орындалады. Суық суға түскен ыстық қорытпаның шыр еткен дауысы баланың денесін тітіркендіргенде, оның бойын билеген қорқыныш шығады деген наным бар. Бұл ғұрып ел ішінде әлі кездеседі. Суға түскен қорғасынның тамшысы баланың үрейлену себебін көрсетеді деген сенім бар. Сонымен қатар, ыстық темірді соққанда көстің бетінде қалатын темірдің қағы да ем-домға пайдаланылады. Әсіресе, ауыз қуысының созылмалы дерттері үшін баланы емдеуге пайдаланылады. Жезді музейінің қорында Ұлытау Жезқазған өңіріне танымал шеберлердің ұсталық құралдары коллекциясы жинақталған. Бүгінгі көрме инсталляцияда өлкемізге танымал зергер, ұста Бәрменбай Қорғанбайұлының коллекциясы көрсетілді.